Сәлеметсіңдер ме 3 сынып оқушылары? Бүгін біз 140-143 сабақтар аралығындағы үй тапсырмасын орындаймыз. Бізде тақырыптар қағаз ақша және ішкі жиын. Ең алдымен ішкі жиын дегеніміз не? Егер А жиынының әрбір элементі В жиынына тиісті болса, онда А жиыны В жиынының ішкі жиыны деп аталады. Осындай белгімен А тиісті В-ға деп белгілейміз. Келесі үй тапсырмасы. Сырым мен Әлияның әрқайсында 5000 теңгеден ақша бар. Олардың әрқайсысы дүкенінен осы сомаға төмендегі заттардың қайсыларын сатып ала алады. Міне мен Сырым мен Әлияны екіге бөліп алдым, және де Сырымға 3000 теңгеге жеңіл жейде және доп алдым. Ал Әлияға да жеңіл жейде мен қалпақ алып бердім. Балалар, бұл есепте өздерің қалаған затты сатып берсеңдер болады, тек 5000 теңгеден асып кетпеу керек. Келесі есебіміз ішкі жиындарға байланысты. Жиындардың элементтерін ата. Жиындарды қалай атауға болады? Жиындар элементтерінің ортақ қасиеттерін анықта. Жиындардың қайсысы ішкі жиын бола алады? Жиындардың қатынасын мына белгіні пайдаланып жаз. Енді бізде шеңбер берілген. А, В, С шеңберлері, және де олардың ішінде әрқайсына белгілі бір сөздер жазылған. Мысалы, бірінші А нұсқасында атлант, үнді, тынық, екіншісінде В нұсқасында жайық, іле, ертіс және шу. С нұсқасында теңіздер, көлдер, өзендер, мұздықтар, мұхиттар. Енді біздің бірінші нұсқамыздағы атлант, үнді, тынық деген бұл мұхиттар. Ал В нұсқасындағы жайық, іле, ертіс дегеніміз өзендер. Енді бізде С нұсқасында осы бізге берілген А нұсқасы мен Б нұсқасының ішіндегі элементтердің жалпылама атауы, яғни атлант, үнді, тынық деген бұл жалпылама айтсақ мұхиттар. Ал жайық, іле, ертіс, шу дегеніміз бұл өзендер. Яғни бізде бағана айтқандай ішкі жиын дегеніміз, егер А жиыны мен А жиынының ішіндегі элементтер В жиынына тиісті болса, онда ол сол жиынның ішкі жиыны деп аталады. Бізде сонда А нұсқасы мен Б нұсқасы екеуі де С нұсқасының ішкі жиыны болып саналады. Себебі А нұсқасының ішіндегі атлант, тынық, үнді деген бұл С нұсқасындағы мұхиттар дегенге тиісті болады. Ал Б нұсқасындағы жайық, іле, ертіс, шу дегеніміз С нұсқасындағы өзендер деген элементке тиісті болады. Яғни бізде жиындардың қатынасын мынау тиісті деген белгіні пайдаланып жаз деген. Енді біз бірінші А нұсқасы мен С нұсқасын, А нұсқасы тиісті С нұсқасына, Б нұсқасы тиісті, ол да С нұсқасына. Енді А нұсқасының ішіндегі элементтер, бұлар жаңа айттым мұхиттар. Ал Б нұсқасының ішіндегі бұлар өзендер. Ал балалар, бүгінгі сабақ түсінікті деп ойлаймын. Үй тапсырмасы. Сау болыңдар.